Сәлем достар, сіздермен байланыста Гаухар. Бүгін мен сіздерге конверсия мақсатымен жарнама жасауды көрсетемін. Ол сайтта тапсырыс қалдыру үшін және оны жарнама кабинетінде көру үшін ыңғайлы жарнама түрі. Көп таргетологтар ол жарнама түрін қолданбайды, өйткені көп қаражат жейтін жарнама және жасау жағынан кішкене қиындау болып келеді. Ол үшін сіздер кодтармен жұмыс істеуді білу керексіздер, кодтарды сайтқа енгізу керексіздер және арнайы бапталған конверсия, аудитория деген бөлімдермен жұмыс істеп білу керексіздер. Мен сіздерге осылай нақтылап көрсетуге тырысамын. Бірнеше рет жасап көрген соң өздеріңізде осылай жасап үйреніп аласыздар. Конверсия жарнамасы не үшін қажет десеңіздер, ол кейін толығымен сіздердің жиналған аудиторияларыңызбен ретаргетинг, масштабтау үшін қажет. Ең бірінші, сіздер Facebook'тың басты бетінен ADS менеджерге өтіп, сол жақта барлық инструменттер деген жерде компанияны баптау деген жерге өтесіздер, мына скриншоттағыдай. Ол жерде дереккөздер деген бөлімді ашып, пиксель деген бөлімді ашасыз. Пиксельдің мақсаты кодты Facebook'тан алып сайтқа жүктеуіміз қажет. Солай біздің сайтқа келген ақпараттар Facebook'тегі жарнама кабинеттен көрініп тұрады. Мысалы, ол жерде бастырмаларды басқан, тапсырыс қалдырған, парақшаларға өткен деген сияқты ақпарат жиналады. Яндекс Метрика мен Google Аналитикадан басқа осы жерде де сіз оны көріп отыра аласыз. Бұған дейін жасалған пиксельдер менде көп, сол үшін мен жаңасын ашпаймын. Пиксель жасау үшін қосу дегенді басасыздар. Пиксельдің атауын қойсаңыздар болады, мысалы компанияларыңыздың атауын. Сосын мына жерге URL сілтемені енгізесіздер. Ары қарай деп басасыз. Пиксельмен жұмыс жасау үшін біз бұл жерге адамдарды қосу керекпіз. Ашылған терезеде өзіңізді администратор құқығын берсеңіз болады, немесе басқа адамға да құқық берсеңіз болады. Қосу деп басасыз, дайын дейсіз. Ары қарай пиксельдің ішіне кіру үшін мына Event Manager деген бастырманы ашу керек. Бастапқыда сіздің пиксель осындай ақпаратсыз болады. Егер пиксель дұрыс жұмыс жасап жатса, ішінде осындай ақпараттар болады. Біздің пиксель жаңадан ашылған соң, ары қарай пиксельді баптау деген бастырманы басамыз. Жаңа терезеде қолмен енгізу немесе шет жақтан енгізу деген шығады. Біз қолмен дегенді таңдаймыз. Ашылған терезеде код шығады. Соны біз көшіріп алып, сайтымызға енгіземіз. Сайтымызды ашамыз. Менде тильдада жасалған сайт. Сайтты баптау бастырмасына өтеміз. Сол жақтан тағы да деген бөлімге өтеміз. HTML код деген бөлімді тауып, сол жерге кодымызды енгіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде міне тап-таза, басқа ешқандай код жоқ. Бұл жерге көп пиксель кодтарын қоюға болады. Сосын сақтау деп басамыз. Сайттың жасалу парақшасында да сақтау дегенді басамыз. Сосын міндетті түрде парақшаларды жүктеу дегенді басасыздар. Сол кезде жаңартулар дұрыс енгізіледі. Міне бізде Facebook'те лидтарымыз ашылды. Осы жерге ақпараттар түседі. Енді мен арнайы бапталған конверсияны жасауды көрсетейін. Оны осы жерде жасауға болады, немесе алдындағы пиксель жасаған компанияны баптау бөлімінде жасауға болады. Пиксельдің асты жағында, міне мына жерде. Арнайы бапталған конверсия жасау үшін жасау дегенді басамыз. Ашылған терезеде тапсырыс қалдырды деп атауын жазамыз. Лид деп таңдаймыз. Ереже деген жерге URL тең /thanks деп жазамыз. Өйткені біздің сайтта thanks парақшасы ашылады. Тапсырыс қалдырған соң сол сияқты басқаларды да қосуға болады. Жасау дегенді басамыз, дайын дейміз. Мысалы, жарнаманы көріп, бір адам сіздің сайтыңызға өтті, сол жерден сізге тапсырыс қалдырып жатыр. Тапсырыс қалдырған соң, өзінің атын, номерін жазған соң, менде мынандай thanks деген бет ашылады, парақша. Мен Facebook'ке сол үшін осындай команда бердім. Тек осы бетке өткен адамдарды ғана қалдырылған тапсырыс деп сана деп. Сіз басқа парақшаны көрсетсеңіз болады, немесе бір бастырманы басқанды да тапсырыс деп қабылда деп команда берсеңіз болады. Оның бәрі бағанағы арнайы бапталған
конверсия деген жерде жасалады. Енді жарнама жасауды бастамас бұрын біз пиксельдерді тексереміз. Біз оны компанияларды баптау деген бөлімде, пиксель деген бөлімге кіреміз. Сол жерге біз адамдарды қосу керекпіз. Сіз немесе администраторды қоюға болады. Сосын басқа нысандарды да енгіземіз. Бұл жерде біз жарнама жіберетін жарнама кабинетімізді сәйкестендіру керекпіз. Болды, дайын дейміз. Енді ADS менеджерге өтіп жарнаманы жасаймыз. Жасау деген бастырманы басамыз. Мына жерде бізде ескі атауы жазылып тұр, конверсия деп. Қазір ол сатылым деп аталады, продажи. Соны ескеріңіздер. Соны таңдаймыз. Мына жерге мысалы компанияңыздың атауын жазып қойсаңыз болады, шатаспау үшін. Және ары қарай кіреміз. Негізі Фейсбукте күніне 1000 өзгеріс енгізеді. Сондықтан сіздер ең бастысын біліп алсаңыздар, ары қарай өзгерістерге қарамай жасай бересіздер. Мына жерде АБ тестирование және бюджетті оңтайландыру деген бөлімдер бар. Оларды да қолданбаймыз. Көбінде оларды үлкен бюджеттерде қолданады. Кіші бюджетке керегі жоқ. Ары қарай деп басасыздар. Жарнама тобына өтеміз де толтырамыз. Мына жерде сайт деп таңдаймыз, немесе ол автоматты түрде тұрады. Пиксельді лиды деп немесе тапсырыс қалдыру деп таңдаймыз. Егер сіздер дұрыс бәрін жасасаңыздар, мына жерде осылай жасыл болып шығып тұрады. Егер дұрыс емес жасасаңыздар, қып-қызыл болып көрініп тұрады. Қайтадан пиксельдеріңізді тексересіздер. Сосын бюджет, жарнаманың басталу уақытын қоясыздар. Жарнаманы қазір жіберу керек болса, осы уақытты қалдыра берсеңіз болады, немесе келесі күнгі түнді қоюға болады. Аудиторияның мекенін қоясыздар. Мысалы, Қазақстан, жасын да, жынысын да, детальды таргетті де өзгертсеңіздер болады. Жарнама жүретін платформаны таңдайсыз. Мысалы, мен Инстаграмды ғана қалдырамын. Конверсия деп көрсетіліп тұрады. Жоғарыда жарнама тобының атауын өзгертеміз. Қазақстан 18+, бәрі деп өзгертуге болады мысалы. Ары қарай деп басамыз, жарнама тобына өтеміз. Ол жерде біз атауын ады 1 деп өзгертеміз. 1 деп өзгертсеңіздер де болады. Бәрі тура трафик және басқа мақсаттағыдай жасалады. Алдындағы видеоларда бар. Сурет таңдап, мәтін жазамыз. Мына жерде жарнамаларыңыз қандай болатынын көрсетіліп тұрады. Енді сіздер сайтқа өтетін сілтемені қою керексіздер. Мына жерден көшіріп аласыздар да, мына жерге енгізесіздер. Мына қасында дұрыс ашыла ма, соны көруге болады. Біздікі ашылды, дұрыс көшіріліп қойылды деген сөз. Сілтеме бастырмасын қоямыз. Сосын модерацияға тексеруге жібереміз. Осымен біз конверсия жарнамасын жасауды аяқтадық. Қарағандарыңызға, үйренгендеріңізге, біздің каналды қолдағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңызды қалдырыңыздар, жай пікірлеріңізді де қалдыра беріңіздер. Таныстарыңызбен каналмен бөлісіп отырыңыздар. Олар да осындай пайдалы ақпаратты сіздерден алсын. Сәттілік!